шаблондармен жұмыс жасаймыз. Ол үшін файл, new. New дегенде осындай терезе шығады. Бұл жерде new maps, my templates, яғни мой шаблон. Астында шаблондардың түрлері бар. Templates қабысатын болса, бұл жерде бірнеше шаблон бар, ашып қарасаңыздар. Қазір біз North America шаблонмен жұмыс жасаймыз. Ол Traditional Lights World-қа басып, North America'ны таңдап аламыз. Енді карта ашылды. Бұл жерде байқасаңыздар сетка бар. GeoGrid деп жазылып тұр. Егер де оны өшіретін болсақ, қандай айырмашылық байқаған жоқпыз. Сол үшін бұл солай бізге қажет емес. Бұны удалить етеміз. Remove. Енді біздің картамызда мына сетканың қажеті жоқ. Сетканы өшіріп тастау үшін frame данлықтың свойствосына кіреміз. Яғни North Americaға оң жағымен басып, свойствоға өтіп, бұл жерде gridsқа басамыз. Яғни gridта бізде галочка тұр, яғни сетка деген сөз. Сетканы алып тастаймыз. Окей. Яғни бізде картографиялық тор картамызда жоқ болды. Енді картаға қарап, және де сойларға қарайтын болсақ, бізде мына мировой океан, яғни мына мұхиттар сойда жоқ. Яғни бұл мұхиттар бізде основной фон болып тұр. Бұл мұхиттар түсі тым ашық болып тұр, яғни бұны түсін өзгерту үшін, основной фонды өзгерту үшін қайтадан frame данлықтың свойствосына кіреміз. Бізде фреймға өтеміз. Background, яғни фон, да, мына жерде color деген жерде басқа түске өзгертіп аламыз. Яғни colorдан өзгертуге болады, немесе background'ды мына жерде өзгертуге болады. Мен background'ын өзінен өзгертем. Окей. Яғни картаның фоны өзгерді. Яғни бұл бізде мұхит емес, бұл жалпы картаның фоны. Енді легенданы қарайық. Ол үшін мына light инструменттерінен біздерде zoom in арқылы легенданы жақындатып көріп аламыз. Яғни легендада бізде 3 қабат тұр. Бұл cities, rivers және lakes деген 3 слой тұр. Страница целикомға өтіп, жаңа слой қосамыз. Exercise 08. Канада база геоданлықтың ішінде аэропорт слойын қосамыз. Картамызда пайда болды. Енді қайтадан легенданы ашып қарайтын болсақ, жаңа қосылған аэропорт легендада бізде автоматты түрде шықты. Енді Канаданы қосамыз. Добавить данные арқылы Канада слойды қосамыз. Яғни Канада автомат түрде көк түспен берленді. Бұның цветін өзгертуге болады. Өздеріңіз білесіздер. Мысалға мен бұны жасыл сары түспен боядым. Енді легенданы қайта ашып қарайым.
легенді жақындатып қараймын. Легенді жақындатып қарасам, міне Канадада қосылды. Енді ривер, таблица содержаниядан ривер ойын өшіретін болсақ, яғни легендада бұл да өшіп қалды, яғни легендада жоқ болып кетті. Енді Канаданы жақындатып қараймыз. Яғни Канада, zoom to wire. Яғни картамызда да масштабы өзгерді. Яғни Канадаға жақындатты. Енді Норс Американы өзгерту үшін 2 рет басып, бұны білеміз де өзгертуді. Картаның атын өзгертеміз. Аэропорты Канады деп өзгертеміз. Окей. Яғни біз жаңағы Северная Америка, Норс Америка деген картаны алып, Канада ойын қосып, Канаданың аэропорттан қосып, Канаданың аэропорттар деген картаны жасадық. Яғни бұл картаны сақтап аламыз. Save as. Exercise 8. Канада Airports деп сақтаймыз. Және де мұнда аннотациялар үшін жазуларын өзгертуге болады. Мысалға, Arctic Ocean көрінбей қалды. Болды, енді сақтауға болады. Save. Жалпы картамыз дайын болды.